Температура 40 градусқа көтерілген кезде ең бірінші температура түсіретін дәрі беру керек. Қазіргі кезде екі препарат береміз, ибуфен және парацетамол. Қазір мен сіздерге көрсетейін, дозировкасын қалай есептеу керек. Парацетамол 15 мг на килограмм есептелінеді. Бұл 15-ті көбейтеміз. Баланың салмағы 10 кг болса, 10-ға көбейтеміз. 150 мг болады. Әр 4 сағат сайын беру керек. 4 сағат сайын. Одан кейін ибуфен 10 мг на килограмм есептелінеді. Бұл 10-ды көбейтеміз 10-ға, болады 100 мг. Әр 6 сағат сайын берілу керек. Бұдан басқа міндетті түрде су беру керек. Себебі осы температура қатты көтерілген кезде балаларда организмде сусыздану процесі жүреді. Бұл өмірлік маңызды органдарға өте қауіпті. Миға, жүрекке, бүйрекке, себебі температура көтеріліп жатқан кезде қанның ағуы баяулайды, соның әсерінен осы органдардың жұмысы әлсірейді. Суды 50 мл на килограмм есептеп беру керек. Аз-аздан жиі бере беріңіздер. Көп мөлшерде сразу беруге ешқандай керек жоқ. Одан кейін бөлме температурасындағы сумен сылау керек. Яғни сүлгіні аласыздар, суға малып, үлкен қан тамырлар өтетін мойын, қолтық асты, шапқа қоюға болады. Немесе барлық денесін қайта-қайта сүртіп отырыңыздар. Жалпы сұрақтарыңыз болса, профильдегі номерге жазыңыздар, мен сіздерге жауап беремін. Менің онлайн және офлайн консультацияларыма жазылуға болады. Балалар аман болсын.